Саламатсыздар ма 9 сынып оқушылары? Геометрия пәнінен 1-тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмасының 2 нұсқасын түсіндіретін боламын. Егер қажет болса, жалпы нұсқасы және 1 нұсқасы каналымда бар, каналға өтіп қарасаңдар болады. Және осы геометрия пәнінен бөлек физика және алгебра пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар, каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар, 1 тапсырмада былай делінген: суретте берілген төртбұрыш АБС-ді ром, яғни мұнда мінекей АБС-ді ром берілген, бұрыш 60 градусқа тең, ВС және СД векторлар арасындағы бұрышты анықтаңыз дейді. Оқушылар, мұндағы мінекей мына бұрышты анықта деп тұр бізге. Енді мұндағы СД векторын мұнда параллель көшіреміз, сонда біз мына бұрышты табатын боламыз. Жалпы оқушылар, осы кез келген төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 360 градусқа тең, сонда мына екі бұрыштың қосындысы 180 градусқа тең болады. Ол бұрышты табу үшін 180 градустан азайтамыз. 60 градусты тең болады 120 градусқа. Сонда мінекей нұсқасы дұрыс жауап болады екен. Келесі 2 тапсырмада А векторының координатасын және ұзындығын табыңыз, егер А, Б, С осындай өрнекте тең болса. Енді оқушылар, А векторының ең алдымен координатасын табу үшін мына өрнекті есептейміз. Бұның орнына мінекей мына өрнекті қоямыз. Сонда минус 3i азайтылған 2 көбейтілген g қосылған 2-ден 1 деп аламыз да, мұндағы с векторының орнына мына өрнекті қоямыз. Яғни 6 минус 6i қосылған 2g. Енді жақшаны ашамыз. Сонда мінекей жақшаның алдында минус таңбағы болғандықтан жақшаның ішіндегі өрнектер қарама-қарсы таңбамен шығады. Сонда минус 3i плюс 2g. Ал мұнда 6-ны көбейтеміз, 1-ге бөлеміз, 2 минус 3i болады. 2-ні көбейтіп 1-ге 2 бөлетін болсақ 1 болады, оны 1 жазбай қойсақ болады. Сонда қосылған g болады. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Минус 3i мен минус 3i минус 6 болады. Ал мұнда 2, мұнда 1 бар деген сөз, мұнда 3 болады. Сонда А векторының координатасы минус 6-да 3-ке тең екен. Енді модулін, яғни ұзындығын есептейміз. Ұзындығын табу үшін x-ті квадраттаймыз, y-ті квадраттаймыз және төбірасына шығарамыз. X дегеніміз мінекей минус 6, ал y дегеніміз 3-ке тең. Минус 6-ның квадраты 36, оған қосамыз 3-тің квадратын 9 қосамыз, сонда 45 болады. 45-ті 9 көбейтілген 5 деп алсақ болады. 9 төбірасынан 3 болып шығады, 5 төбірасында қалады. Сонда оқушылар, координатасы минус 6-да 3, ал ұзындығы 3 төбірасты 5. Келесі 3 тапсырмада АБС-ді трапециясы берілген, бізге мұндағы мына өрнекті табыңыз дейді. Оқушылар, ең алдымен СД-дан азайтамыз СВ-ны. Яғни оқушылар, мұндағы СД-дан азайтамыз СВ-ны, ол тең болады ВД-ға. Үшбұрыштар ережесі бойынша ол тең болады ВД-ға. Ал енді оқушылар, осы шыққан мәннен, яғни ВД векторына қосамыз ДА-ны. Мұндағы ВД векторына қосамыз ДА-ны, ол тең болады ВА-ға. Оқушылар, 4 тапсырмада АБС-ді бізге нүктелері берілген. А векторының қандай мәнінде АБ және СД коллинияр, ал А векторының қандай мәнінде АБ және СД перпендикуляр болады дейді. Ең алдымен А тапсырмасын орынды, ол үшін АБ мен СД векторының координаталарын табамыз.
АБ вектордың координатасын табу үшін x2-ден азайтамыз x1-ді, y2-ден азайтамыз y1-ді. Мұндағы оқушылар мінекей x1, y1, x2, y2 деп аламыз. Сонда -4-тен азайтамыз 2-ні. Сол сияқты 3-тен азайтамыз -1-ді. Сонда АБ вектордың координатасы тең болады -6-та 4-ке. Енді СД вектордың координатасын табамыз. Тура мына формулаға саламыз. Сонда x1, y1, x2, y2 деп аламыз. Сонда 1-ден азайтамыз 5-ті, А-дан азайтамыз -1-ді. Сонда СД вектордың координатасы тең болады 4-те А плюс 1-ге. Оқушылар енді АБ және СД векторлары бір-біріне коллинияр болу үшін мына шарт орындалу керек, яғни x1-дің x2-ге қатынасы y1-дің y2-ге қатынасына тең болу керек. Мұнда мінекей x1, y1, x2, y2. Енді орнына қоятын болсақ, x1 бізде -6-ға тең, x2 -4-ке тең, 4-ке тең, y1 4-ке тең, y2 А қосылған 1-ге тең. Енді бұлай көбейт. Мұндағы 2 минус плюс болады, 6-ға көбейтеміз А плюс 1-ді, 4-ке көбейтеміз 4-ті. Енді жашын ашатын болсақ, 6А қосылған 6 тең болады 16-ға. 6А тең болады 10-ға, -6 болсады да 16-тан азайтылады. Енді аны табу үшін 10-ды бөлеміз 6-ға, қысқарып 3-тен 5 болады. 5-нің ішінде 3-тен біреуі бар, қалдық 2 болады. Сонда оқушылар жауабы бізде А 1,3-тен 2-ге тең болған жағдайда АБ және СД векторлары бір-біріне коллинияр болады екен. Енді бұл жағдай қандай жағдайда перпендикуляр болады деп тұр. Енді x1-ге x2-ні көбейтіп, y1-ге y2-ні көбейтіп, тең 0 деп алған жағдайда векторлар бір-біріне перпендикуляр болады. Енді x1 мен x2-ні көбейтіп, y1 мен y2-ні көбейтіп, тең 0 деп аламыз. Жаңағыдай мінекей x1, y1, x2, y2. Сонда -6-ны көбейтеміз -4-ке. Қосамыз y1 4, y2 А қосылған 1. Тең болады 0-ге. Нәйкен көбейтісі 24 болады. Сонда 4 көбейтілген А қосылған 1 тең болады -24-ке. А қосылған 1 тең болады -24 бөлінген 4-ке. Сонда оқушылар А тең болады. Мына бөлінекте -6 шығады. Мына 1 -1 болса, сонда қосылып -7 болады. Сонда оқушылар А бізде -7-ге тең болған жағдайда АБ және СД векторлары бір-біріне перпендикуляр болады екен. Келесі оқушылар 5-ші тапсырмада АБС үшбұрышының төбелерінің координаталары мінекей АБС осы координаталар болса, С бұрышының косинусын табыңыз. Оқушылар мінекей АБС үшбұрышы берілген, оның төбелерінің координаталары белгілі. Бізге табу керек мінекей С бұрышының, яғни мына бұрыштың косинусын табу керек. Ол үшін мінекей оқушылар мына формуланы қолданамыз. Яғни СА-ның координатасын табамыз, СБ-ның координатасын табамыз және олардың ұзындықтарын тауып бір-біріне көбейтіп бөлеміз. Сонда оқушылар СА вектордың координатасын табу үшін x2-ден x1-ді азайтып, y2-ден y1-ді азайтамыз. Сонда СА вектордың координатасы -1-де 1 болады. А СБ вектордың координатасы -2-де 5 болады. Оқушылар мінекей мұнда x1, y1, x2, y2 деп аламыз. Енді модульден табатын болсақ, x-ті квадраттаймыз, y-ті квадраттаймыз. Оны қосып түбірасынан шығарамыз. Ол түбірасында 2-ге тең болады. Ал СБ вектордың координатасы түбірасында 29-ға тең болады. Оқушылар енді формулаға салатын болсақ,
СА векторы мен СБ векторын көбейтеміз. Яғни оқушылар мұнда тұр, минус 1-ге көбейтеміз, минус 2-ні 1-ге көбейтеміз 5-ті және қосамыз, сонда мәні 7-ге тең болады. Ал СА векторы бізде жаңа 2-ге тең болды, СБ 29-ға тең болды. Екеуін көбейтеміз, түбірасында 58 болды. Сонда косинус бұрыш С тең болады түбірасты 58-ден 7-ге. Келесі оқушылар 6-шы тапсырмада бізге шаршы берілген, оның периметрі жұмаға тең. АВС-да шаршы берілген. Осы АВС-дың периметрі 20-ға тең екен. Бізге табу керек мына өрнектің мәнін. Оқушылар мына өрнекті ашу үшін осының мәнін табу керек. Енді оқушылар ең алдымен қысқаша көбейту формуласын қолданып жақшаны ашамыз. Яғни екі өрнектің квадраты тең болады А квадрат қосылған 2АБ қосылған екінші өрнектің квадраты деген формулаға салып, мына өрнекті ашып аламыз. Сонда 2СБ қосылған 3СД осының квадраты тең болады А квадрат, яғни мынаның квадраттаймыз 4СБ квадрат болады, плюс 2 еселенген АБ, 2-ні көбейтеміз, 2 көбейтеміз 3-ке 12 болады. СБ көбейтілген СД векторы болады, плюс Б векторының координатасы, яғни 9СД квадрат болады. Енді оқушылар қабырғаларын табамыз. АВ тең болады ВС-ға тең болады СД-ға тең болады АД-ға. Оны табу үшін шаршы болғанда барлық қабырғалар тең, 20-ны, яғни периметрін бөлеміз, 4-ке тең болады 5-ке. Енді оқушылар мұндағы бізде СВ, яғни мұндай СВ-ның квадратын табу үшін, яғни ВС-ны аламыз, сонда СВ тең болды 5-ке, ал СВ-ның квадраты тең болады 25-ке. Енді СВ мен СД-ның көбейтіндісі формулаға салатын болсақ, 5 көбейтілген арасы 90 градус, өзі шаршы болғандықтан барлық бұрышы 90 градусқа тең болады, сонда 90 градус деп аламыз. Синустың 90 градустағы мәні 0-ге тең, сонда бұл жерде мына өрнектен бізде 0 шығады екен. Ал енді СД жаңа айттық 5-ке тең. Енді орнына қоятын болсақ оқушылар, сонда 4 көбейтілген СБ-ның квадраты, яғни 5-тің квадраты қосылған 12 көбейтілген мына өрнектен жаңа айттық 0 шығады дедік. Қосылған 9 көбейтілген СД-ның квадраты 5-тің квадраты. Сонда мынадан бізде 100 шығады. Қосылған 0, қосылған 225. Тең болады 325-ке. Жауабы 325 болады екен. Сонымен оқушылар берілген 6 тапсырманы толық талдап аяқтадық. Егер түсінбеген сұрақтарым болса, міндетті түрде пікірге жазып сұрасаңдар болады. Каналға жазылып, оқушылар өздерінің ойларыңды, яғни пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.